COVID-19-ға қарсы екпе алу жұмыстары жалғасып жатыр. Бұған дейін қала тұрғындары емханаға келіп екпе алып жүрсе, ендігі жерде қаламыздың орталығындағы Тырнава сауда үйінің алдында жылжымайтын автобусқа келіп екпе салдыруға мүмкіндік алуда. Бұл емханадағы кезекті азайтып, халыққа қолайлы жағдай туғызуға бағытталған шара дейді. Бөрлі аудандық ауруханасында 10 наурыздан бастап вакцинасы екпелеу жұмыстары қарқынды жүріп жатыр. Қазіргі таңда халық көп шоғырланған ауылдарда, сауда орындарында және біздің емханада жасалып жатыр. Емханада 3 кабинет, сосын Тырнава сауда орталығының алдында жасалып жатыр. Жылжымалы кешен и ауылдарға кестеге сай біз алдын ала жоспарлап, әр ауылға барып екпе жұмыстарын жүргізіп жатырық. Қазіргі таңда одан бойынша қанша? Қазіргі таңда одан бойынша 3155 адам Спутник V вакцинаның бірінші этабын алды. Қаулыға сәйкес 21 сәуірден бастап алынған науқастар адамдарға 45 күннен кейін алу жоспарланып отыр. Ауданымыздың ауылдық округта тұратын тұрғындар үшін арнайы кесте қойылып, сол бойынша мамандар барлық ауылды аралап шығатын болады. Бізде Тырнава сауда үйінің алдына барғанымызда толассыз келіп жатырған халықты көре алмадық. Екпе алғысы келіп жүрген 1-2 адам ғана. Дәрігерлер жылжымайтын автобус жұмысын бастаған күндері тұрғындар көп болды. Қазір азайып кетті дейді. Соңғы күндері осы екпе алу турасында ел арасында сан түрлі пікірлер көбейіп кетті. Әр адамның денсаулығы өзінің аманаты. Жұмыс беруші тарап ешбір қызметкеріне екпе ал, болмаса алма деп мәжбүрлеуге хақылары жоқ. Таңдау өз еркіңізде. Өтепберген Қарасай, Азамат Бабагужиев, Қарашығанақ телеарнасы.